Сәлем достар, бүгін етсіз қамыры өте жұмсақ болып пісетін орама дайындайтын боламыз. Құрамын видеоның астына жазып кеттім. Ол үшін ұнымызға жұмыртқа, жарты қасық тұз салып, жылы суға қанғанша илейтін боламыз. Дайын болған қамырды 10-15 минутқа бастырып қоямыз. Салмасына өз қалағаныңыздай салуға болады. Мен сарымсақ пен сәбізді салдым. Күштен өткізілген сәбіз бен сарымсақты 7-10 минут қуырып, дәміне қарай тұз, қара бұрышты салатын боламыз. Дайын болған салманы жеке ыдысқа салып аламыз. Кейін қамырымызды дөңгелекше етіп жаямыз. Жұқа етіліп жазылған қамырымызды маймен жан-жағын жақсылап тұрып майлап шығамыз. Салмасын салып, жақсылап тұрып орап шығамыз. Қайнап тұрған судың буына 20-25 минут қайнатып аламыз. Біздің етсіз дәмді орамамыз дайын. Рецепт ұнаса, YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.